Ұлттың жүрегі. Тілім, рухым, тамырым. Адамға екі нәрсе керек: жүрек пен тіл. Жүрек соғып тұрса, өмір бар. Тіл сөйлеп тұрса, ұлт бар. Тіл неден басталады? Тіл ең алдымен отбасыдан басталады. Әкенің бір ауыз батасы, ананың еркелеткен сөзі. Бұл қазақ тілінің алғашқы әуені. Бала тілді мектептен емес, үйдің ішінен үйренеді. Сондықтан үйдегі әр сөз ұлттың келешегі. Тіл тек сөз емес. Қазақ тілі жай қарым-қатынас құралы емес. Тіл тарихты сақтайтын қойма. Тіл рухты жеткізетін жол. Тіл ата-бабаның аманаты. Бір ауыз аман бол, тұтас мәдениет. Бір рахмет, мінез. Бір ассалаумағалейкум, ғасырлардан қалған дәстүр. Неге тілді сақтау қиындап кетті? Бүгінгі күннің ең үлкен мәселесі тілдің жоғалуы емес, тілдің әлсіреуі. Аралас сөйлеу, өз тілін екінші орынға қою, тілдің үнін бәсеңдетеді. Тілді ешкім тартып алмайды, бірақ оны қажет етпесек, өзіміз жоғалтамыз. Қазақ тілі қуатты тіл. Қазақ тілі әлсіз емес, әлсіз оны қолдануға ұялатын кей адам. Бірақ бүгін қазақ тілінде білім алып, ғылым жасап, бизнес ашып, әлемге танылып жүрген жастар көп. Тіл тек өткеннің мұрасы емес, ол болашақтың кілті. Тілді қалай күшейтеміз? Тілді сақтау үлкен реформа емес, ол кіші қадамнан басталады. Үйде қазақша сөйле, баланы қазақша тәрбиеле, қазақша кітап оқы, қазақша контент жаса, досыңа бір ауыз қазақша сөз үйрет. Бір ағаштың тамыры қуатты болса, бұтағы биік өседі. Қазақтың тамыры оның тілі. Тіліңді көтеру, өзіңді көтеру. Тіліңді қорғау, ұрпағыңды қорғау. Тіліңді құрметтеу, ұлтыңды құрметтеу. Тілің барда, ұлтың бар. Қазақ тілі Сұлтан Махмұд Торайғыров. Сүйемін туған тілді, анам тілін. Бесікте жатқанымда берген білім, шыр етіп жерге түскен минутымнен құлағыма сіңірген таныс үнім. Сол тілмен шешем мені әлдилеген, еркелеткен құлыным жаным деген. Сол тілменен бірінші білгізілген ана деген сүйгендік сөз һәм менен. Қылжықтап, алып қашып құрбы бөркін, сол тілменен ойнадым далада еркін. Сол тілменен бірінші сыртқа шығып, өмірде ең далада ұққан көркін.